Бауырым, сені өмірдің таршылығы және ризығының аздығы сені қажытқан болса, онда сен мына хадисті тыңда. Бір күні пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға келіп, я Алланың елшісі, мына кедейшілік және мына өмірдің таршылығы мені әбден қажытты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам әлгі кісіге мынандай бір керемет өсиеттерді айтады. Сен үйге кірген кезде, үйіңде адам болсын болмасын, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп сәлем бер дейді. Кейін маған сәлем бер дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға қалай сәлем береміз? Ассаламу алейка я айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатуху деп сәлем береміз. Кейін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір мәрте Ихлас сүресін оқы деді. Әлгі кісі осы өсиеттерге амал қылады. Кейін сахабалар айтады, ол кісіге Аллах Тағала ризықты мол қылып бергені соншалық, ол ризық көршілеріне де және тума-туыстарына да жетті дейді. Бұл хадисті Абу Муса Сахл ибн Саадтан риуаят етті.